балдарды жас қылатын, жастарды мас қылатын, газды басқан кезде көтіңді тас қылатын Мерседес қой мынау ше. Мерседестер бар ғой. Бірақ енді обслуживание дегенде кішкене қымбат, себебі 4 колодкасын ауыстыратын болсаң 200 мың теңге, свеч ауыстыратын болсаң 150 мың теңге, май ауыстыратын болсаң 250 мың теңге, аккуратно айта беретін болсаң, бітпейді бұның әңгімесі. Бірақ сонда да жағдай 4-3 адам алам десе, келсеңіздер болады. Бізде тан сервиста, біздің сервиста обслуживать етіледі. Не битый, не крашеный, 6-3 объем, 7 G-Tronic, V8. V8, бірақ каждый котелда, каждый цилиндрда 2 котелдан, то есть салатын болсаң 16 свеча саласың. Май құятын болсаң 9 литр май құясың. Коробканы майын ауыстыратын болсаң 7 литр май ауыстырасың. Но оно того стоит. Омывайка фар бар, істеп тұр, тоже қазір көрсетем видеодан. Алдыңғы бамперда 2 жабра бар. Короче, о жерден воздушный поток өтеді. Жолда трассада келе жатсың, тормозной дисктарында осы воздушный потоктың арқасында салқындатып отырады. Соответственно, диск қызбайды. 200-бен келе жатсаң да, тормоз 2 рет бассың, машина сол жерде тоқтап береді. Вау! Анатомический руль деп айтады бұндайды. Аудиосистема Harman Kardon. Кстати, маған именно бұрынғы винтаж деп айтатын шығармыз қазір бұларды ше. Маған ұнайтын дүние мынау ғой. Базар жоқ, істейді тоже. Мерседес айтатындар қалай шапалақ ұрып қояйық, видеоның артынан қарап. Именно осындай дисковый система, аудиосистема, но Harman Kardon оның өзінің звугы по-любому чистый болады. Марк Левинсон сияқты болмаса да, одан еш жерден қалыспайды. Подогрев сидений 4 зонада да, то есть 4 сиденьеде да әдемілеп көтеніңді жылтып отырасың қыстың күні ше. Жо там, қайрат нұртас болып тұр ма? Фишкалар өте көп. Подголовник тоже істейді, смело істеп тұр. Шторкалары тоже істейді. Шторкалары да бар. Барлық бықи-шықи максимальный фишкаларының барлығы істейді ағайын. Алдың ба болды, сел поехал, ешқандай вложение не требует. 15 миллион не үшін? 15 миллион осындай фишкалар үшін. Лобовойында, кстати, Мерседесті құрастырған адамның өзінің еще қолына дейін бар ғой, в оригинале. Багажда дерзкий, үлкен салон, 350 литр. Тоже электронный управление ғой, жабылады, ашылады. Қандай керемет нәрсе, я. Полный барлық фишкалардың барлығы істейді. Бұл жерде мен білетін және мен білмейтін біраз фишкалар бар. Мен көзіме түсіп тұрған мына хром қандай дерзкий көрінеді аға. Қандай 6-3 Мерседес айдап жүріп, бірақ газыңды басқан кезде бір осырықтың дауысы шығатын болса, ұят қой, я. Қазір далаға шығарып, бұның выхлоптың дауысын тыңдатамын обязательно. Көріңіздер. 1 миллион теңгеге жасалған выхлоп. Енді ойлайтын шығарсың, жесткий деп. Жоқ, жесткий емес, система пневма. Дерзкий Мерседес болса да 570 айдап келе жатқандай боласың. Сондай жұмсақтық береді. Бұл машина сатылады. Бағасы 15 миллион теңге. Машина расында қызық болып жатса, алғыларың келсе хабарласыңыздар. Баянауыл Апсека тан сервис. Соңғы ақшаңа алатын машина емес, бірақ 15 миллионнан бөлек тағы да бір 15 миллионның болса, келді ала бер.